Жамбыл облысы полиция департаменті сіздерді ескертеді. Ағымдағы жылдың 8-10 қаңтар аралығында жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу, олардың жолын кесу мақсатында жалған нөмірлер жедел профилактикалық іс-шарасы орын алуда. Іс-шара барысында республикалық маңызы бар тасжолда 9 қаңтар 2026 жылы DAF маркалы ауыр жүк көлігінің жүргізушісі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590 бабының 4 бөлігінде көзделген, яғни мемлекеттік тіркеу белгісін сәйкестендіруге кедергі келтіретін, не олардың түрін өзгертетін, немесе жасыратын құрылғылар мен материалдар қолданыла отырып, қайта жабдықталған мемлекеттік тіркеу белгісі бар көлік құралын басқарғаны анықталды. Аталған жүргізушіге қатысты Меркі аудандық сотының шешімімен жүргізуші 1 жыл мерзімге жүргізуші куәлігінен айырылып, сонымен қатар 2 тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алынды.